이제 하나 누군가가 이렇게 주인공의 그런데 이게 Pemilu pusat akan awal setelah ikut simulasi.
Бізбен үйреткен ән салдырып билеткен таныс тұрғанмен алғаш суреттеген әріппен дәурен жатайған алғаш гүл сыйлайсың етпен. Мен алғаш есігін ашқанда күні болып көрінеді сонда. Білім болып екінің жас жағыма, білім болып екінің жас қарыма. Біз денеде ұмыты балағымыз, қос қалпым, қысыр. Guru Govinda Mohan talap ini dari guru yang kita benar jadi pendapat. Şagirdin annesi olan babamızın yeni bir kalan ата-анадай алынған демек сыныптың қиындыққа болтардың қарын жолған сөзде алтын апай жанар апай еңбегі ғана берсін баштанды.
аталады. Жүрегімен өмір жолын көргеніне дейін шағаласы оның де тілектерін неге табалдырған алғаш тартап келгендегі ағаларындай бауырын басы бастауыш жолының білім тәрбие курстарына алғашқы ұстазы Ильяс Бауырбек Нақыпқызы молдаған шағаламыз. Сіздерге алғашқы өмірдегі қаншықтар алдарыңызда сынақтарыңызда білімге өтінде кешегі оқушы бүгінгі ертеңгі студент. Білім деген сөздің өзі естіні тастап жананы жиілегенді білдіреді. Сондықтан да қымбатты сүйікті да сүйкімді оқушылар, сендерге алғашқы өмірге асқарда болады, толтырақта болады. Сіздерге тек қана бұл өмірде тек қана жақсы ашық жол тілейміз. Абай атамыз айтқан екен, мал да өзі ғылымға, білім да ғылым да барлығы осы оқудан басталады. Яғни қымбатты түлектер, алғашқы өмірге қазіргі заман білімдерінің заманы, өнерлердің заманы. Сондықтан да өнерлердің өзі жүрсін. Мынау 10 жыл алған білімдерін сіздерге алғашқы өмірлеріне тек қана биік белгісін көкке берсін. Өкілеп отырған ата-аналарымыз тек қана үмітін ақтаңыздар. Білім нәрмесін барған ұстаздарға мынау осы кісілерді жақсылығын берсін. Осы кісілерді ертқа қалдырмай деп ойлаймын. Алдағы сынақтардан аман тек шыдап еңбек етіңдер. Жақсы көрейін. ертең басқа көрмеден ойлап бастаған шәкірттер жастар шкалаларына деген сұрақта біз өткізген күндері шартында жазушысы қаншама таныса балапанның ұшыры ұясына атты тергеу жетекші ұстазына иесі сөз деген сынып жетекшісі Нұрбекова Алтын Нұртайына Мағамбетова Жанар Боранбаеваға көз тигенде Құрметті қонақтар, ата-аналар, ұстаздар. 2024 оқу жылының түлектері, жаңа өмірге жаңа қадамдасыздар. Осы қадамдарың қайырлы күшті болсын. Ата-ананың, ұстаздардың үмітін ақтайтын, білімдерін, жігерлерін барына сенімдімін. Қанаттарын қалмасын. Қызықшыда дәурен, студенттік өмірден өтіп, бір мамандық иесі кәсіпқой болуларына тілекшімін. Сән сапар жолдан болсын. Ата-аналар, ұстаздар, оқушыларымыз, балаларымыз, барлығымызға да ортақ мереке, барлығымызды құттықтаймын. Ең бірінші біздің ұямыздан шайын етіп тұрған түлектерімізге ең басты дендерін сау болсын. Осы алтын дәрежелі емтихандардан сізге өтіп, ортақ қуаныш болып, бағымыз сызықтай берейік. Өздерінің мамандық өнерінің таңдаған иесі болыңдар.
сіздермен келе жатқан менің 9-шы сыныбым сендер сияқты тойлап сендеріңізге қоса берсін. Өмірлерің арқасында жарқын болсын, ақ жол сендерге сәттілік тілеймін. Тілектерін қанаттары қалмасын, көк аспаннан қыран болып самғасын. Арзуымдай баршама ылғиға ата-ана арпаның ағасын игере. Арпаның тілектерге арнайды. Ата-аналар арпаның тілектері Сания және Хабиба деген келеді. 군부대 동료 군부대 Wisdom
шығатыны анық. Биылғы жылы біздің түлектеріміз және ауылының жалпы 11 сынып бітіретін түлектері 5 оқушымыз жалпы орта білім туралы негізгі аттестатын алып, 11 жыл оқып, осы мектептен қанаттанып шығып отыр. Осы сыныбымыздың арасында алтын белгі иегерлеріміз бар. Сичана, Назым, Шаукина, Жанея. Сонымен қатар 9-шы сынып оқушылары негізгі орта білім курсы бойынша 9 жылдық білімдерін алып, бұл сынып оқушылары да бүгінгі таңда өмірге деген алғашқы құжаттарын алуға алғашқы осылай бастамасының бірі. Сондықтан да бүгінгі осы балапандар